Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жаһанша Досмаханбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж құқық негіздері және еңбекті қорғау пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейне сабақ. Тақырып: Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері. Оқытушы: Дүйсенгалиев Мереке Камилович. Жоспары: салық ұғымы туралы, салық жүйесі ұғымы, салық мазмұны, салық элементтері, Қазақстан Республикасының салық жүйесі, салықты экономикалық, материалдық, құқықтық тұрғыдан қарастыру, салық төлеушілердің міндеттері, салық төлеушінің құқықтары. Салық ұғымы: мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті ақшалай төлемдер. Экономикалық санат: экономикалық категория, экономикалық құбылыстарды сипаттайтын ғылыми ұғым, яғни құбылыстарды ғылыми тұрғыдан танып білу құралы. Салық жүйесі: бюджеттен тыс қорларды қаржыландыру үшін қолданылатын салықтардың, алымдар мен төлемдердің жиынтығы, салықтарды белгілеу, өзгерту, күшін жою, оларды төлету шараларын қолдану, салықтық бақылауды жүзеге асыру, салықтық заңнамасын бұзған үшін жауапқа тарту және жауапкершілік шараларын қолдану қағидаларының, әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. Сондай-ақ салық қатынастарын реттейтін салық қызметі органдарының жиынтығы. Елдегі салық жинау рәсімдерін реттейтін заңнамалық актілер мен заңнан туындайтын нормативтік актілердің жиынтығы. Елдегі салықтар мен алымдарды есептеу мен төлеудің институттық инфрақұрылымы. Салық мазмұнына қарай баламасы сипатта болады, ғылыми ұғым, мәжбүрлі сипатта болады, белгілі бір ақша сомасы, құқықтық нысанда жүзеге асады. Бұл мемлекеттің табысы, мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынды өнімді алу, қайтарылмайтын төлем болып табылады, тұрақты экономикалық қатынас туғызады, міндетті ақшалай төлем, экономикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан танып білу құралы. Салық элементтері: салық субъектілері, тұлғалар, салық объектісі, табыс, салық төлеу тәртібі, қандай салықтар төлеу керек екенін, яғни төлеу кезінде белгілі бір дәйектілік белгілейді. Салық оклады: салық объектісіне төлейтін салық сомасы, салық көзі, салық салынатын табыс, салық төлеу мерзімі, салық төленетін уақыты белгіленеді. Салық жеңілдіктері: біртіндеп толықтай босатылады. Салық ставкасы, яғни ол салық мөлшері болып табылады. Қазақстан Республикасының салық жүйесі 1991 жыл желтоқсанның 25-нен бастап біздің елімізде салық жүйесі жұмыс істей бастады. Ол Қазақстан Республикасының салық жүйесі туралы заңға негізделді. Бұл заң салық жүйесін құрудың қағидаттарын, салықтар мен алымдардың түрлерін, олардың бюджетке түсу тәртібін белгіленген алғашқы құжат. Осы заңға сәйкес Қазақстан Республикасының 1992 жылғы қаңтардың 1-нен бастап 13 жалпы мемлекеттік салық, 18 жергілікті салықтар мен алымдар енгізілді. 95 жылы 24 сәуірінде президенттің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының салық кодексі 2012 жылы қабылданды. 2008 жылы оның 10 желтоқсанда салық кодексі шықты. Салық құқығы экономикалық тұрғысынан қарағанда, салық төлеушілерді мемлекетке қарай белгілі бір мөлшерде, белгілі бір мерзімде және белгіленген тәртіпте бір бағыттағы ақшаның қозғалысы болып саналады. Ал материалдық тұрғыдан алғанда, бұл салық төлеушінің белгілі бір мерзімде және белгіленген тәртіпте мемлекетке беретін белгілі бір ақша сомасы болып табылады. Салық натуралдық тұрғыдан материалдық құндылық болып саналады. Құқықтық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл мемлекеттік бекітілім, яғни тұлғалардың мемлекетке белгілі бір ақша сомасын беруін көздейтін міндеттеме. Салық төлеушілердің міндеттері: уақытылы салық инспекциясына тіркеліп, тіркеу нөмірін алуға, мемлекеттік салық комитетінің актілеріне сәйкес есеп құжаттамаларды жүргізуге, осы есеп құжаттамаларды 5 жыл бойы сақтауға, белгіленген мерзімде салық декларациясын тапсыру,
Атқарылған жұмыс немесе көрсетілген қызмет үшін төлемді жүзеге асыратын салық, төлеуші салық қызметінің талабы бойынша атқарушыға төленген сомалардың туралы ақпарат береді. Салық заңдарын, салық төлеу тәртібін, салық төлеу мерзімін қатаң сақтау керек. Салық төлеушінің құқықтары. Салық жөнінде жеңілдіктерге деген құқығын растайтын құжаттарды табыс етуге, жүргізілген тексерулер актілерімен танысуға, салық органдарына салықтарды есептеу мен төлеу және жүргізу мен тексеру актілері жөніндегі түсіндірмелерді ұсынуға, заңға сәйкес тәртіппен салық органдарының шешімдеріне шағымдануға, салық салуға қатысуы деп саналатын ақпарат пен құжаттарды тасымауға құқы бар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.